Сәлем біршіге, бұл 3D моделинг курсының 8-ші сабағы. 8-ші сабақтың 3-ші часты. Бұл сабақта осы үйге color береміз, яғни рең. Ең бірінші болып шифрдің цветін береміз, ол қазір қызыл. Шифр талап материалға өтіп, нewді басамын. Серге сразу red деп жазып қоямын. Қызыл деген. Basic оларды сразу қызыл қыламыз. Енді ағаштың цветін беремін. Ағашты алаймын мына жердегі навесті. Соған ағаштың цветін беру керек. Яғни ол қоңыр. Мына жерде уже таза материал орын тұтты. Ол шарт емес, бірақ тұра берсе де болады. New жерден wood дейміз. Wood деген ағаш деген. Basic оларды оң цвет қоямын. Примерно осындай қылып. Енді жасыл цвет беремін жерге. New grass дейміз. Grass цветін жасылып қоямын. Сәл түсіремін. Енді стенаның цветін беру керек. Яғни мынау молочный цвет болып тұрды. Оны беру үшін таза материал қойып, атын сразу жазып кетеміз. Стена деп. Енді оның цветін яқпеттен шығару қиын болуы мүмкін. Соның үшін пипетканы аламын и стенаны талдаймын. Мына жерге өз стенаның цвет берілді. Егер сіздерде сурет жоқ болса, осы жерде мына hex деген жерде сол цифрларды қойсаңыз болады. Сол жазып қойсаңыз, сондай цвет шығады. Енді серый цвет беру керек. Кирпичке серый цвет береміз. New. Сразу атын gray деп қоямын. Gray. Енді оны сәрі қыламыз. Сәрі қылу үшін мына жерде түсіріп қою керек болады. Примерно сондай қылып. Енді біздерде көк цвет қалды. Оны талдап, мына жерде екі материалдың орны бар екен. Алып тастаймын просто екеуінде. New. Так. Просто blue деп қойайық. Blue көк дедім. Или red деп қойсақ та болады. Window деп қойсақ та болады. Window, айна деген. Енді оның цветін көкке қоямыз. Полный айнаның цвет, айнаның өзі рамкасымен осы көк болып кетті. Қазір оны алып тұрамыз, бұлай минусты басып алып тастадым. Енді мына жерден wood деген цветті беремін, wood деген материалды. Енді соның edit модына кіріп, осы 4 жер талау керек. 4 айнаны. Енді таза материалға орын қоямыз. Сөйтіп материалды өзін талдаймыз. Яғни бағана жаңа жаратқан цветті материалды қосамыз. Асайын. Біздерде основной цветлер бар. Қызыл, жасыл, стенаның цветі, кирпич. Основной материалдардың бәрі бар. Енді сол материалдарды басқа объектілерге қосып шығамыз. Ең бірінші болып есікке wood материалын беремін. Wood. Енді мына жерде бағана істеп қойып едім.
sonuçlarım сразу mына жерге берілді. Сіздерде ондай болып тұрмайды, сіздер өзіңіз қылып қоюыңыз керек. Мынаны просто қазір алып тастаймын мен. Таза қылып береміз. Полный беріп кетті енді. Edit ботқа кіріп, айнаны талдаймын. Айнаны талдадым, енді плюсті басып, мына жерден Window деген материал талдаймын. Assign. Тағы демоходқа стена материал береміз. Сөйтіп, edit ботқа кіріп, мына жерін талдау керек. Alt'ты басып талдадым мына жерін. Alt'ты басып тұрып бас жібердім, сондай талап берді. Қайтадан Alt'ты басып тұрып мына жағын талдау керек. Мына беттен таланбай қалды. Shift Alt'ты ұстап тұрамын. Мына беттен талаймын. Астында сөйтіп астынан талау керек. Shift Alt ұстап тұрамын. Астын басымды. Енді таза материалға орын береміз. Жерден қызылды талаймыз. Red и Assign. Мыналардың цветі ақ болу керек екен. Оған цвет бермесек те болады екен. Ақ цвет жарату керек болады екен. Себебі біздерде қоршаулардың цветлері ақ. Сол үшін соған ақ цвет береміз и соның материалын қоршауларын қоямыз, заборларға. Так, new просто white деп қоямыз. Цветін сондай тұра береді, ақ болып. Енді көтеріп қойсақ болады. Көтеріп қойсақ болады, сонда жарық қатты ақ болады. Енді нарға бәріне беріп шығу керек осы ақ материалды. White. Так, көрдіңіздер, материал объектлер талаймын былай, shift'ті басып. Ақырғы болып, материал бар объектті талауым керек. Ақырғы болып объект таладым, материал бар. Енді соның материалын алдыңғы таланған объекттерге береміз. Function Ctrl-L-ді басамын. Енді жерден copy link materials-ды басамын. Link materials деген сол материалдарды жалғауды. Материал соған беріп кетті. Таласын көрсем болады. Басқа объектілерге сөйтіп цвет береміз. Деймізді кетпеші болса, мысалы, бірінші болып талаймын. Ақырғы болып материал бар объект талаймын. Ctrl-L, link materials бердім. Шөптердің бәрін талаймын бұлай. Енді мынаны талаймын бұлай. И ақырғы болып жасыл материал бар объект талаймын. Яғни ол жер. Енді Ctrl-L, link materials бәрін берілді. Енді мынаны табуым керек. Соған просто бер жерден материал, wood деген материалды. Так, фундамент қалыпты. Фундаментке сәл есептер керек екен. Стенаны талап, edit ботқа өтіп, шектерін талауым керек. Alt басып тұрып талаймын бұлай. Alt shift енді. Мына жерге таза материалға орын қойып, grade талаймын. Assign. Так, мына жерге беру керек екен. Gray. Менде жол жоқ екен, мындай жол соғуым керек. Оны лукатпен соғамыз. Уже жолдың лукаты қойылып тұрған екен, просто мына жерге тағы бір лукат қойып беремін. Сөйлеп қоямын. Енді талап, сөйлем талап, таза материалға орын қойып,
white tanlayman. Akты. Яғни ақ цвет береміз жерге. Или даже ақ цвет емес, осы стенаның цветімен бірдей цвет берсем болады. Осында тұрған жерінен қайтадан басаман и стенаның цветін береміз. Заборларға да материал беріп шығу керек. Материалдың бәрін талайын, заборлардың бәрін. Забор и артында ұстағышын бәрін қосып толау керек. Егер мындай қататқан болса, баста мына режимге тұрсаңыз болады. Сонда мына режимде solid деген solid viewportта қатпайды. Сол режимде талап аласыз. Таланды енді обратно материал режимге өтемін. Сөйтіп, жерден ақ материалы бар объект алуым керек, ақырғы болып. Ол біздерден алып түсін. Талап Ctrl-L link materials. Енді судың материалын беру керек. Жерге new жерге просто blue деп қоямыз жерге. Осының цветін көк қылып қоямыз. Көк қылып roughness-ын түсіріп қоямыз. Roughness-ын полный түсірмеймін, примерно осындай қоямын. Енді айнаның roughness-ын түсіріп қою керек екен. Айнаға өтемін. Бұл жерде айнаның материалы міне, осының roughness-ын түсіріп қоямыз. Айнадай қылып қою. Осындай қоямын примерно. Әже көрсеңіз болады. Так, қамет цветті беріп болдық. Енді рендер қылып көрсетемін. Так, енді рендер қыламыз. Оның үшін сразу на рендер режимге өтемін. Сөйтіп, жерде қараңғы болып тұрды. Сол үшін жарық қосамыз. Именно сан деген жарықты қосамыз. Жоғары көтеріп қоямын. Енді сары затты ұстап, былай суретке ұқсатып қоюым керек. Суреттегідей болып тұру керек. Мен сондай қылып. Енді байқасаңыз қараңғы болып тұрды. Сол үшін мына жерден күннің настройкасынан strength деген жерде күшін 5-ке қоямыз. 5 нормально. Егер настройка шықпай тұрған болса, сіздер, значит, басқа объекті талап тұрсыз. Басқа объекті талап қойсам, мына жерден күннің, яғни жарықтың настройка шықпайды. Обратынан таласам, шығады. Сөйден енді байқасаңыз, суретте сайлардың қырлары жұмсақ. Ал менгінде қырлары резкий, қатты. Оны жұмсақ қылу үшін сүкіннің настройкасында angle деген жерде көтеріп қоямыз. Он бірге қойсам көпілер екен, значит, түсіріп қоямын кіттай. 5-ке қойып қойып. 5 нормально екен. Енді қазір біздер EV движоктамыз. Жерден көреміз қазір render EV render engine біздерде EV болып тұрды. Оны cycles'қа өзгертеміз. Болды. Şimdi качествосы realisation болып тұрады.
Onu alıp soqta aytib ketdim. Tag'i qaytalab o'tman. Так, endi bizlarning sayamiz qarаңg'iroq bo'lib turibdi. Suratga qaraganda buni durdirish uchun o'sha yerdan World'ga kiramiz. Naslig'idan World'ga kiramiz. World degan dunyo degan. World properties. O'sha yerdan strength'ni kuchini o'zgartirib ko'ramiz. 10 ga qo'yib qo'yaman. Так, 10 ga qo'ydim, biroq 10 слишком жарq bo'lib ketgan. Qaytarib ko'raman, bo'lay 0 ga qo'ysam qop-qora bo'lib qoladi ekan. So'ng uchun so'ng 0 bilan 10 ning o'rtasida qo'yaman. 5 ga qo'yib qo'yaman. Так, 5 жарq ekan, biroq tag'da sal jarqroq bo'lishi kerak. Ko'tarib qo'yaman, bo'lay примерно jaz. Tag'da ko'tarib qo'yaman. Shu bo'ladi. Tak, endi kamera qo'yib kerak. Add kamera. Kameramiz najada chiqdi o'rtadan. Tak, bo'ldi, bosib kamera rejimiga o'taman. O'sha yerdan qulfni bosib qo'ysam bo'ladi ekan. Bo'lay endi bosib viewga kirib yurmaysiz. Biroq o'sha qulfni bosasiz, kamerani bo'lay olib qo'yasiz o'sha yerga. Shunday olib qo'yasiz. Kamerani qo'yib olaman birinchi tashlab. Kameraning rejimini kamerani tanlab qo'yib, bo'lay tanlab olamiz. Tanlasak, значит, kamera настройка chiqadi. Shuni kamera настройкасын tipini perspektivadan ortografikka o'zgartirish kerak. Perspektivada shunday bo'lib turadi. Ortografikda shunday bo'lib turadi. То есть ortografik bilan perspektivadan ayirmachiligi bu obyektlarning razmeri uzoqda bo'lsin, yaqinda bo'lsin, razmerlari birdek bo'lib turadi. Ortografik scale'dan o'zgartiraman, bo'lay uzoqlab qo'yamiz. Shift bosib qo'yamiz. Shunday qilib qo'yishimiz kerak. Endi agar bo'lay chiqib turgan bo'lsa, najada chiqib turgan bo'lsa, shuni ko'tarib qo'yasiz. Kirib qo'yasiz. Suratdan bayqagan bo'lsangiz, najada ostidan отражениесі ko'rinib turibdi. Uni ko'rinadigan qilish uchun bizda ham ko'rinib turibdi, zabordan отражениесі. Biroq bunday kuchli bo'lib ko'rinib turgan yo'q. Shuning uchun shuni tanlab materialdan roughness'ni tushirib qo'yamiz. Sal tushiraman tag'i. Shunda yetarli darajada ko'rinib turgan yo'q. Mana yerda material metallikni ko'tarib ko'rsak bo'ladi. Endi ko'rinib bosadi. Sal tushirib qo'yaman. Roughness'dan sal ko'tarib qo'yaman. Примерно shunday bo'ladi ekan. Buni solib qo'yishim kerak. Qaytadan solib qo'yaman. Roughness'ni metallik ko'tarib qo'yaman. Bo'ldi. Roughness'ni qaytadan ko'tarib kerak. Sebebi слишком tiniq bo'lib qoldi. Shunday bo'ldi. Endi amnezat ustoz bekanini solishtirib ko'ramiz. Tak, men sayasini tag'ida sharqlab qo'yishim kerak. World nastroyisiga kirib, shuni 9 ga qo'yib qo'yaman. 9. Qaytadan sharq bo'ldi. Endi ustoz bo'ldi. Примерно ustoz bo'ldi. Tak. Bizning suratda uyimiz kichkina bo'lib qolgan ekan. Mana yerda uy ulkan bo'lib turibdi. Ya'ni uyimiz nachadan chiqib turibdi qarang. Uyning razmerini o'zgartiramiz. Aslida polning razmerini o'zgartirib bo'ladi ekan. Shularni tanlab turib, shu an bari tanlab yurishga to'g'ri keladi. So'ng shunday bo'lib qoldiraman. Biroq bunday
Evet, bulduk sheet'i bo'ladi endi. O'tiraversin. Endi render nastroyisini max samples'ni bir jumlasiga qo'yamiz. Сөйтіп F12'ni bosamiz. Endi kutamiz, render qilib. Render qilib, bo'ldi, hozir bo'ldi. Hop, 528 bo'ldi. Bo'ldi. Shunday rezultat chiqadi. Siz boshqa rakurslardan render qilib ko'rsangiz bo'ladi. Render qilib ko'rsangiz bo'ladi. Mana slotni 2 ga qo'yasiz. Сөйтіп X-dan chiqib ketadi. Endi kamerani bunday boshqa rakursga qo'yib qo'yaman. Misol chetdagi rakurs. Nega chetdan? Bunday render qo'yaman. F12 misol. Nажав render qilyapmiz. Slot 1 ga kirsa, o'sha render qilib bo'lgan surat. Slot 2 ga endi render qilyapti. Soatda berdi, 2 bosib o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Sразу render qilib ko'rasiz.